28 маусым журналистер күні. Халықтың тіршілігі мен әлеуметтік әл-ауқатын, руханияты мен қоғам тынысынан хабар тарататын қалам иелерінің қоғам алдындағы жауапкершілігі жоғары. Тәулікпен санаспайтын маман иелерінің жұмыс барысымен танысу үшін бүгін біз облыстық Қызылорда телеарнасына келдік. 10 жылға жуық телеарнада абыройлы қызмет етіп жүрген Асқар Тәжиев бүгінде жаңалықтар қызметі бөлімінің арнаулы тілшісі. Осы уақытқа дейін ол өңірдің тыныс тіршілігін хабардар етіп, кез келген оқиға барысынан тікелей ақпарат таратудың шебері атанған. Тәжірибесі мол журналистің күнделікті жұмыс күні, түскі және кешкі жаңалықтарды ақпараттандыру үшін түсірілім тобымен бірге сюжет түсіруден басталады. Телеарнада берілген әрбір жаңалықтың артында қаншама адамның еңбегі бар екені белгілі. Дегенмен журналистің жауапкершілігі ең маңыздысы болып табылады. Жалпы өмірде екі нәрседен адам қателеспеу керек деп айтылады. Соның бірі мамандық. Мен енді осы мамандық таңдаудан қателескен жоқпын деп ойлаймын. Өйткені журналистика менің өміріме елеулі өзгерістер алып келді. Мен жалпы журналистикадағы еңбек жолымды 2010 жылы Республикалық экологиялық табиғат тынысы газетінде бастадым. Одан кейін әдеби-мәдени, рухани әлімсақ журналында жұмыс істедім. Ұстаздарға арналған педагогикалық ұстаз мәртебесі газетінде жұмыс істедім. 2012-14 жылдары қалалық Қызылорда телеарнасында жаңалықтар бөлімінде редактор. Одан кейін жастар және деген ток-шоуды аптаның 6 ауыз бағдарламаларын жүргіздім. Ал осы облыстық Қызылорда телеарнасына 2014 жылдан бастап ауыстым. Шерхан Мұртазаның тілімен айтсақ, арқалағаны алтын, жегені жантақ 4-ші билік өкілдері қандай жағдай болмасын халыққа шынайы әрі жедел ақпарат таратуды мақсат етеді. Олардың қызметі тәулікпен санаспайды, аса жауапты қызметті талап етеді. Әсіресе телеарна қызметінде еңбек ететін тілшілер жылдам, дер кезінде сараптама жасай алатын, нақты ақпаратты жеткізетін жаңалық жаршылары. Осы орайда жаңалық жауынгері Асқар Сәрсенұлы қызығы мен шыжығы қатар жүретін салада қандайда бір дерекке сүйенбес бұрын толықтай зерделеп барып халықтың назарына ұсынғанды жөн көреді. Кейіпкеріміз журналистердің кәсіби мерекесіне орай барша сыр қаламгерлерін құттықтап ізгі тілегін жеткізді. Дәл осы сәтті пайдалана отырып қаламгерлер қауымын төл мерекемен құттықтаймын. Қаламымыз қуатты болсын, жазарымыз таусылмасын.